Методика бойынша 5-ші нұсқа. Бірінші сұрақ: елестету, салыстыру, түсіндіру және дәйек келтіру мазмұндау кезеңдерін қамтитын тәсіл. Жауабы: дәлелдеу. Екінші: келтірілген мысалдардың ішінен сұрақ қоюдың басқаға бағыттау тәсілі. Ойды кім толықтыра алады? Үшінші сұрақ: бәсекелестікке құрылғандықтан топ артық шешімге келе алмайтындай әңгіме түрі. Жауабы: әңгіме, дебат. Төртінші: флейбл бойынша оқушыға тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен оқушының қабілеті жетіп тұрса да тапсырманы орындай алмауы. Жауабы: өнімділік тапшылығы. Бесінші: мұғалімнің қызметіндегі сындарлы оқыту теориясына сәйкес маңызды басымдықтардың бірі. Жауабы: оқушылардың сабақты қабылдау ерекшеліктерін түсіну. 6. Кіші жастағы балалар дәл өзін қоршаған ортамен және адамдармен әрекеттесу кезінде оқу және даму жүзеге асады деп қарастырған оқыту тәсілі танымдық. 7-ші сұрақ: көпіршелер деп саналу үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі. Оқушыларға өз бетінше орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік беру. Яғни ағылшын тілі бойынша методикада scaffolding деген оқыту әдістемесі бар. Осы оқыту технологиясы осы көпірше, яғни scaffolding дегеніміз көпірше деген мағынаны білдіреді. Бұл қандай көпірше? Яғни оқушы мен мұғалімнің арасындағы көпірше. Оқушыларға тапсырма бересіз, яғни тапсырманы өз беттігімен орындай алмайтын тапсырма берілсе, сол тапсырманы орындауына, яғни мысалға көрнекі құралдарды көрсету арқылы, жаңа бұрынғы алған білімдерін еске түсіру арқылы, және сұрақ қою арқылы, жеңіл қарапайым сұрақ қою арқылы жаңа тапсырманы ары қарай орындау үшін осы техниктерді қолдану арқылы байланыс жасау, яғни көпірше орнату. Тапсырманы әрі қарай орындауына мүмкіндік беру, жағдай жасау. Яғни көпірше дегеніміз оқушыларға өз бетінше орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік беру. 8-ші: Шульман құзырлы мұғалімге тән 3 белгілі көрсеткен. Соның бірі болып табылатын оқытудың тәжірибелік дағдыларының сипаттамасы. Жауабы: оқушылардың білімін бағалау, ынталандыру, сабақты жоспарлау әдістемелерін меңгеру. 9. Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатын көздейтін қарапайым сұрақ түрі. 4-кі болу. Педагогиканың жалпы негіздері бөлімінің мақсаты. Жауабы: педагогикалық білімді қалыптастыру. 11. Сендіру әдісінің бірі этикалық әңгіме. 12. Педагогиканың негізгі категориясы. Жауабы: тәрбие. 13. Оқу пәнінің әдістемесі. Жауабы: белгілі пәнді оқыту теориясы. 14. Педагогикалық процесті басқаруда мұғалім үстемдік ететін қарым-қатынас стилі. Жауабы: авторитарлық. 15. Озат оқып педагогикалық тәжірибені талдау және зерттеу әдісі. Жауабы: жаңашыл мұғалімдердің іс тәжірибесімен танысу. 16. Мектептің әдістемелік жұмысын ұйымдастыру жұмысы. Жауабы: әдістемелік күн. 17. Оқу материалын ойластырған сұрақтар жүйесі арқылы игеруге бағытталған оқытудың диалогтық әдісі. Әңгіме, кеңес. 18. Білім алушыларды бірнеше топқа бөліп, күрделі және көлемді үлкен мәтінді терең түсінуге мүмкіндік тудыратын әдіс. Бұл жигсо әдісі. 19. Іскерлік ойын. Жауабы: тұлғалық бағдарлы оқытудың формасы. 20. Білім алушыларды бірнеше топқа бөліп, күрделі, көлемі үлкен мәтінді терең түсінуге мүмкіндік беретін, яғни әдіс. Бұл жигсо әдісі. Яғни жигсо әдісінде сіз сыныпты 3 топқа бөліп, сол 3 топқа бір мәтінді 3-ке бөліп беріп тастайсыз. Бұл өте тиімді әдіс.
и сабақтың енді сабақ сол тапсырманың соңында оқушылар өздерінің жасаған мәтіндерін, яғни аударған, талдау жұмыстарын жасаған жұмыстарын әр топ бір-біріне таныстырып шығады. Сол арқылы уақытты үнемдеуге болады.